Сәлем достар! Бүгін біз үгітілмелі қамырдан, яғни песочный тестадан самса пісіреміз. Самса дәмді және тойымды болып шығады. Көп шығын кетпейді және көп уақытыңызды алмайды. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Керекті азық-түліктің мөлшері видео астында жазылған. Алдымен 100 грамм қаймаққа тұз бен бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болып араласқан соң шетке қоя тұрамыз. Енді шұңқыр табаға ұнды саламыз. Одан соң сары майымызды саламыз. Осылай пышақтың көмегімен бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң қолдың көмегімен осындай крошка жасаймыз. Енді үстіне жұмыртқамен араласқан қаймағымызды саламыз. Енді қолдың көмегімен қамыр илейміз. Егер қамырыңыз бір-біріне жабыспай жатса, кішкене ғана су құюға болады. Міне біздің қамырымыз дайын, қолға жабыспайды. Осы қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Әр бөлген қамырды жұқалап жайып шығамыз. Тағы да басқа келесі видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытып кетпеңіздер. Қамырымызды жайып алған соң, үстіне алдын ала ертіп алған сары майымызды жағып шығамыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, шетінен бастап басына дейін жинап шығамыз. Улитка тәріздес етіп жинап, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Одан соң оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бөлген соң әр бөлікті осылай дөңгелек тәріздес етіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Ортасына салмасын саламыз. Салмасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша салуға болады. Бірінші жан-жағын осылай қыстырып аламыз, піскенде суы шығып кетпес үшін. Және де осылай әдемі көріну үшін жан-жағын өріп шығамыз. Самсаның формасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлеуге болады. Дөңгелектеп қойсаңыз да болады, 3 бұрыш қылып та болады. Осылай қалған бөліктерді де дайындап шығамыз. Самсаларымызды пергамент қағаз төселген противенге салып, үстін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Үстіне кунжут немесе мак себуге болады. 180 градуста қызып тұрған пеште
20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің самсамыз дайын. Келесі видеолар жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.